Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы кім пайдалы, кім мықты деп аталады. 33-ші бетті ашамыз. Сабақтың жаңа сөздермен таныс болайық. Ұрысу, тепкілеу, шұжық, шындық, арам, мықты, мінеу, керкілдесу, керісу, жүгіну. Тыңдалым оқылым тапсырмасы. 3-ші тапсырма. 33-ші бет. Өлеңді мәнерлеп оқы. Бәтеңке, шұжық, бал қаймақ. Бәтеңке, шұжық, бал қаймақ, дүкенде тұрып ұрысысты. Бәтеңке шықты айғайлап, айту керек дұрысты. Сен екеуің кімсіңдер? Мен айтыңдар, мүліктеп. Кім пайдалы, кім мықты? Кәне екеуің жеңілдей, мойындаңдар шындықты. Таласты олар ұзақ түн. Кетті айтыс ұзап тым. Бір бітімге келмеді. Бәтеңке, шұжық, бал қаймақ жатыр әлі айғайлап. Бірін-бірі мінеді, керкілдесті, керісті. Жүгінетін біреуді табалық деп келісті. Үшеуі кімнің пайдалы, мықты екенін білу үшін жолда кездескен ит, мысық, тышқаннан сұрады. Бірақ олар дұрыс жауап бермеді. Ең соңында олар сиырға кезікті. Сиыр оларға былай деп жауап берді. Мына менен әуелі шыққансыңдар өздерің. Шытанама бал қаймақ, сені сүттен беріп ем. Ал бәтеңке айғайлақ, жасалғансың теріден. Сен де шұжық безілдек, шығайсың ғой етімнен. Енді өзім деп, екіленбе бетіңмен. Сөйте тұра өзімді, мақтамаймын, таспаймын. Әр қашанда сөзімді, бақташыдан бастаймын. Шалқытып ел табысын, жайлауда жүр малшылар. Қыс боранмен алысып, жаз жаңбырға малшынар. Айтсам егер шындықты, сол қадірлі, сол мықты. Көргің келсе бұларды, қазір бәрін ер маған. Олар асып қырларды, бірақ шықты фермадан. Тыңдалым оқылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесі. Өлеңді мұқият тыңдайды 1 балл. Өлеңді мәнерлеп оқи алады 3 балл. Өлеңді оқу барысында орфоэпиялық нормаларды сақтайды 1 балл. Жазылым тапсырмасы. 6-шы тапсырма. 35-ші бет. Бағандағы сөздерден сөйлем құра. Жазылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесі. Бағандағы сөздерден сөйлем құрастырады 3 балл. Сөйлемдерді жазу барысында орфографиялық нормаларды сақтайды 2 балл. Осымен оқушылар сабақ аяқталды. Сау болыңдар.